Қыздар түскі уақытта кофе ішіп жатқанда, болды, досым, мен ертең демаламын деді Мерей Оспанқызы. Мен ешқайда кетпеймін, мен теледидар көріп демалып жатамын. Сондықтан келіңіз, менде тіске басар мен жем бар, өте дәмді. Менің үймен торт ала келсеңіздер, мен ренжімеймін. Тыныштық. Айсұлу қайта қоңырау шалды. Сосын ол есікті қатты түртті. Ол досының үйде бар жоғына күмәнданды. Бірақ олар міндетті түрде кездесуге келісіп еді ғой. Ол тыныш қадамдарды естігенде жеңіл күрсінді. Есік ашылды, бірақ босағада тұрған сәңгүл емес, 70-тің шамасындағы аласа бойлы, арық әже тұр еді. Кемпір қызға бірнеше секунд бойы жылы ықыласпен қарады да дауыстап сұрады. Сен кімсің? Мен Айсұлумын, Мерей үйде ме? Қыз таң қалды, досы әжесімен бірге тұрғанын ешқашан айтпап еді. Мерей әлі жоқ. Айсұлу алып келген тортын әжейге берді. Қызым, қаттырақ сөйлеші, менің естуім мүлде нашарлап кеткен деді әже. Кемпір жауап беріп, бұрылып, қолын бұлғап, оны соңынан еруге шақырды. Айсұлу иығын сәл көтерді де, дәлізде аяқ киімін шешті, бірақ әжейдің артынан ермей, бөлмеге кіріп, жан-жағына қызыға. Бұл жерде өте жайлы болды. Кішкентай гүлдері бар жеңіл перделер, терезелердегі гүлдеген орхидеялар, ашық сары көрпемен жабылған диван. Бірақ бәрінен де Айсұлу фотосуреттер қатты әсер етті. Қабырғада көптеген ескі фотосуреттер ілулі тұр еді. Олар жақтаулар мен кейбіреулері жақтаусыз болды. Әйелдер, ерлер және балалардың суреттері еді. Әр түрлі кезде, әр түрлі эмоцияда жасалған суреттер Айсұлудың назарын өзіне аудартты. Бірақ бәрінің жүздері мейірімді, ашық, оларға ұзақ қарап, олардың кім екенін және шынайы өмірде кім екенін білуге болады. Олардың арасында Мерейдің әжесі де болған шығар, бірақ Айсұлу оны таба алмады. Бұл біздің Мерейдің туыстары, мынау тұрған мен, деді әжесі. Қыз қатты қарт дауысты естіп, әжейдің саусақтарының артынан көзімен ерді. Айсұлу, жас сұлу әйелді көрді, жас сұлу әйел мықты ер адамның иығына басын қойып отырған еді. Бұл дүниеде ешкім қалмады, деді кемпірдің дауысы дірілдеп, тек мен және Мерей. Айсұлу Мерей өз ата-анасы туралы ешқашан айтпағанын ойлады, енді ол жетім болып шықты. Масқара. Бойжеткен терезенің алдында тұрған үлкен тостаған су мен мыжылған газеттерді көрді. Айсұлу кемпірдің терезелерді жуып жатқанын түсінді. Бір түрлі, неге Мерей емес? Сіздің досыңыз шынымен де барлық үй шаруасын кәрі әжесіне жүктей ме? Сізге көмектесейін, бұл маған қиын емес, деді Айсұлу қатты дауыстап, жауап күтпестен жұмысқа кірісті. Пәтерде тек 3 терезе болды, сондықтан қыз оны тез бітіріп тастады. Сонымен қатар уақыттың қалай зымырап өткенін байқамады. Әжейдің аты Гүлдәрия Сержанқызы, немесе жай ғана Гүлдәрия әжей болатын. Ол Айсұлуға жас кезінде үлкен зауытта комсомол ұйымының хатшысы болғанын, сол жерде күйеуімен танысқанын айтты. Гүлдәрия әжей басқа балалармен бірге түрлі концерттер, сенбіліктер ұйымдастырғанын, жас, ақымақ ұлдарға өмірде дұрыс жол табуға көмектескенін қуанышпен еске алды. Егер күйеуі немесе әйелі тура тойдан тайып бара жатса, немесе іше бастаса, отбасыларын аман қалып жүрген. Және олар бақытсыз жандарға көмектесіп, өмірлерін жеңілдеткен, өйткені олар барлығын шын жүректен ар-ожданына сай жасады. Гүлдәрия әже Мерейдің ата-анасы туралы да айтып берді. Олар өте жақсы адамдар еді, геолог болып жұмыс істеді. 11 жыл бұрын қайтыс болды. Оларды топқа жеткізген так атаулы тікұшақ апатқа ұшырады. Кемпір жастай жарқыраған көзін уқалап, басын төмен түсіріп үнсіз қалды. Айсұлу Мерейдің келгенін күте алмады, ал Мерей болса досының қоңырауына жауап бермеді. Әжесімен шай ішіп, өте дәмді торттың бір бөлігін жеп болған соң, Айсұлу Мереймен кездеспегендіктен, келесі күні Гүлдәрия әжейге келуге уәде беріп үйіне кетті. Мерей Асқарұлы сенбі күні кешке үйге кеш келді. Таңертең ол сүйіктісімен ұрысып қалып, оған телефон соқпады. Айгүлді үнсіз қалды. Айгүл мен Мерейдің реніші ұсақ түйек үшін болып еді. Айгүл интернет дүкеннен көрген асыл тасты бұйымды алғысы келіп Мерейге айтқан болатын. Алайда Мерей сүйіктісінің қаражатты оңды-солды көп шашатынын ескертіп, оған оны сатып әпермейтінін айтты.
Неге екені белгісіз, бұл жолы Мерей Айгүлдің тілегін орындауға асықпады. Керісінше, бір-екі күннен кейін ол бұйымның қайда қалғанын да білмей қаласың. Сол себепті ол бұйым әлі де керек па саған деп сұра. Айгүл терең ойланбастан, сен мені сүймейтін болғансың ба, мен сені жалықтырып жібердім ба деп ыңылдай бастады. Тағы бір сәтсіз сатып алу болар, онда тұрған не бар деді Айгүл. Мерейге ренжіп, оны қызықсыз және ашкөз деп атап, есіктен қуып жіберді. Жігіттің көңіл күйі бұзылып, қала сыртындағы досының үйіне барып, кешке дейін сонда қалып, телефонын өшіріп тастады. Мен бірнеше апта бойы кездесіп жүрген Айгүлмен сөйлескім келмейді, бірақ оның қаншалықты жеңіл және қатыгез екенін енді ғана түсіндім. Деп Мерейге ағынан жарылды. Мерей үйге оралғанда әжесі оған Айсұлу деген керемет қыздың келіп, терезелерді жууға көмектескенін және өзі пісірген торт пен шай ішкенін айтты. Олар Мерейге де бір кесек торт қалдырыпты. Жігіт басында ештеңе түсінбеді, бірақ кейін ол болжап, әже, мүмкін Айсұлу емес, Айгүл шығар, деді. Әже сәл ойланып қалды да иығын көтерді. Мүмкін, ол да мүмкін. Себебі соңғы кездері менің құлағым нашар еститін болыпты. Бірақ қыз тым әдемі. Оған үйленсең, ол қыз маған көмекшім, ал саған адал әйелің болар еді. Ойлашы, шөберелерімді күтер едім. Мен сендердің балаларыңды баққым келеді, деді Мерейге әжесі. Мерей күлді де оны құшақтап әжесін бөлмесіне апарды. Ол Айгүлдің бүгін ол туралы ойлағандай бос қуыс кеуде емес болып шыққанына қатты риза болды. Ол оны түсінбеген шығар. Ол уайымдап Мерейдің үйіне өзі іздеп келген екен. Және ол мүлдем жаман емес, керісінше өте керемет жан болып шықты. Ол енді тап қазір Айгүлға қоңырау шалмайды. Себебі тым кеш болды. Бірақ ертең Мерей Айгүлдің сұраған асыл тасты бұйымын сатып алатын болып шешті. Қыз бақытты болсын. Ол лайық еді. Келесі күні таңертең Мерей Айгүлге жүгірді. Бірақ бірінші зергер бұйымдар сататын дүкенге соғу керек деп ойлады. Дүкенге барар жолда Мерей кешегі әжесінің үйіне келген Айгүл екеніне толық сенімді болды. Айгүлдің әжеге терезе жуып көмектескенін естігенде Мерей өз құлағына өзі сенбеп еді. Алайда Айгүлден басқа кім Мерейді іздеп келуі мүмкін. Сосын ойланып, аялдамадан әжеден бір букет сирен сатып алды. Мерей Айгүлдің пәтерінің есігін бірнеше рет шырылдатты. Ақыры ашылып, ұйқылы ояу қыз сыртқа қарады. Ақыры кешірім сұрауды шештің бе? Деп ренжіді ол сиренді көргенде. Мен раушан гүлдерін сатып алар едім. Айгүл, мен сені кеше мүлде түсінбедім, бірақ сен мүлден басқа адам болып шықтың. Әжеме қатты ұнадың, ол адамдарды жақсы таниды. Ал сенің тортың дәмді болғаны сонша, әжем қыз баланың тамақ жасауды білгенде керемет болады деді. Жалпы сен мені жақсы жағынан таң қалдырдың. Мені күтпегенің өкінішті болды. Мен ақымақ болыппын. Не дейсің? Айгүл қабағын түйді. Хай әже. Қандай торт? Мен тамақ жасауды жек көремін, мен сенің туыстарыңмен бірге тұрмаймын. Айтпақшы, маған ұсыныс жасауды шешкенде осыны ескерерсің. Мен ешкімді де, ештеңені де күтпедім. Мерей қатып қалды. Неге екені белгісіз, ол Айгүлге шыдағысы келмеді. Қызға гүлдерді қолына салып, баспалдақпен төмен түсті. Әй, қайда барасың? Ал кім кешірімді кім сұрайды? Деп қыз оның артынан айқайлады, бірақ Мерей бұрылмады. Көлігіне отырды да кеше өзіне кім келді деп ойлады. Ол басқа Айгүл немесе Айсұлу деген қыздарды білмейді. Жігіт басын шайқады. Ол басының артқы жағын тырнап алды, басы қатып кетті. Осылау отырғанда оның ойына асыл тасты бұйым есіне түсті. Ол қорапты бір ашып қарап, оны Айгүлге бермейтініне сенімді болды. Екінші қабатқа көтерілген Мерей әжесіне бұйымды сыйлайтын болды. Соңғы рет әжесіне қашан бұндай бұйымдарды сыйлағанын Мерей есіне де түсіре алмады. Бір жағынан бұл сыйлықты әжесіне арнай алмағанына Мерей қысылып қалды. Не болса да әжесі есікті ашқан бойда оған сыйлықты ұсынды. Ал әжесі болса балаша қуанып қорапты ақтарды. Жас жігіт пәтер есігін ашқанда кенеттен қыздың жеңіл және өте шынайы күлкісі естілді. Мерей әжесімен бірге ас үйге кіріп, сол жерде өзіне бейтаныс қызды көрді.
Олардың күлкілі нәрсе туралы сөйлесіп отырғанын қыздың жүзінен байқалып тұрды. Ақырында, Мерейжан, біз сені күттік. Бұл саған кім? Мерей әжесіне жауап бермеді. Ол бейтаныс адамның көздеріне қарады. Қыз сұлу емес еді. Ол жай ғана сүйкімді, соншалықты тәтті болды, ол оны бұрыннан білетіндей сезінді. Сіз Мерейсіз ба? Деп таңдана сұрады Айсұлу, бірақ мен дос қызым Мерейді күтіп жүр едім. Кешіріңіз, ұялған қыз үстел басынан тұрды. Мен мекенжайды қате алған сияқтымын. Айсұлу джинсы шалбарының қалтасынан мекенжай жазылған қағазды алып, Гүлдәрия әжеге берді. Әжей оқып басын изеді. Мен, әрине, қателескенмін. Сізге 64-ші үй керек еді, ал бізде 64А, бұл екі үй бір-біріне жақын салынған. 4 подъезд болып шықты, әр үйде екеуден. Білмейтіндер үнемі адасып қалады. Тек меніңше, мен. Таңданып тұрған немересімен абдырап қалған қызға қарап әжей қулықпен күлді. Дұрыс келдің, бұл қажет болды. Айсұлу, тортыңыз бізге қатты ұнады, солай емес пе, Мерей? Бірнеше минуттан кейін Айсұлу мен Гүлдәрия әжей бір-біріне қарап отырып қалды, ал Мерей оларға қарап, осы шатасуға себепкер болған құрылысшыларға өте риза болды. Мерей Асқарұлы бір аптадан кейін Айсұлуға үйленуге ұсыныс жасады, ал Гүлдәрия әже оларға қуана батасын берді. Мерей Оспан қызы болса, келер болсақ, ол келесі күні досының келуін ұмытып кетіп, телефонын сөндіріп, Астанадағы әпкесіне кетіп қалған екен. Барлығына тыңдағандарыңызға рахмет. Каналға жазылыңыз. Видеоға лайк бассаңыз риза болар едім. Келесі кездескенше